Мұрат Абділда қамалғаны рас па деп оқырмандарым жіберіп жатыр. Иә, рас. Енді 10 күні сот болу керек болған. Біз отложка алдық, 2 апта срок максимально созғанша создық. Жантөре адвокатқа айттым, Жантөре өз қатысты. Мен бірінші рет бардым, обстановканы көрдім, то что түсіндім, осознал қамайтынын. Неге? Себебі апрельдің 9 күні Мұрат бізді Түркістанға шақырды, әйелінің туған күні деп. Әйелінің аты Әсел деп танысты, өзі келіп танысты. Ойбай деген сияқты үйленейін деп жатыр, 2 қабатпын деп сөйтсем, түріне қарайсың, көрінеді ғой енді 2 қабат адам сразу. Мұратты жегізіп жүргенін түсіндім. Сонымен ертең соты болады еді, Мұрат уверен отыр. Айттым, мен Мұрат жотам, сен сот болатынын айтқан жоқсың ғой? Туған күнге ғана шақырдым ғой сен. Жоқ, просто Жантөре қатысты салады, осылай деген сияқты айтты. Жантөреде сеніп жүр оған, ақ көңіл ғой. Сонымен, не болып қалды, қалай болды десем, осылай процесс болайын деп жатыр дейді. Шуладың, нарушение жасадың, кемедің деген секілді. Шешіп қойған деді. Айттым, қалай ол шешіп қойған? Сөйтсем, әйелі Мұраттан 600 мың теңге алған екен. Мұраттың өзінің айтысы. Соттың төрағасымен шешем деді. Мен оған айтам, 600 мың теңгемен соттың төрағасы саған маңайына жолатпайды. Жоқ, соттың төрағасы өзінің ағасы екен. Барлықтарына қысатын жерлерін қысындар, Мұраға тиіспеңдер деп айтты дейді. Мұрат ақ көңіл оған да сеніп отыр, уверен отыр, спокойно отыр. Айтам, Мұра сен жындысың ба? Осылай. Все хорошо, кешкісін шықты жаңа кафеге. Туған күнінде әйелінен сәл сомнением кетті. Сосын Мұрадан телефон сұрадым, балалардан звондап. Көршін кім екен десем, сөйтсем есімі Бисат деп шықты. Фамилиясы данын айтпай қойын. Сөйтсем машинисімен 190-мен отырған, өзі пробационный контрольда жүрген қыз екен. Айтам да, ол бізге Әсел деп танысты ғой десем. Все хорошо дедік. Кешкісін Мұраттың класстастары, достары келіп жиналатын болды. Бізде бардық, Шымкенттен Мансар келді, Ерболаттар келді, Еремдар. Біраз жігіттер келді. Енді бәріміз Әсел деп жүр, Әсел туған күнімен тос деп жүр. Сөйтсем оның туған күнде емес екен. Жан-жағыма қарап жүрем, 360 градус. Сыртта біреу кіріп шығып жүрген, соседний столик. Тағы басқа да адамдар жүрді. Сөйтсем уже Мұрат контрольда екен. Мұраттың атында адамдар жүрген. Сот болады, қамалады, чтобы қашып кетпесін деген секілді. Біз келгеннен кейін, возможно, тоже сомневаться етті ма, адамдар закреп етіп қойған екен артынан. Мен тұрамда хоттан 1-2 рет шығып келатам, тұрамда қолынан, шынтағынан ұстап аламын ғой, кімсің деймін ғой. Сөйтсем өзі шошып кетті, бір түрлі болып қалды. Сол енді болады ғой енді. Таза гражданский адам болса, ол реакциясы басқа болады. Сонымен тұрды, братан сізге емес айтты. Не істеп жүрсің осылай. Сонымен Мұратқа деген сияқты сразу айтты, шындығын айта салды. Сонымен түсіндім мен точно Мұратты қамайтынын. Ешкімге еш нәрсе білдірмеймін. Мұратқа кешкісін түнде үйіне қайтқан кезде звондаймын. Мұра, сен мамаңмен сөйлесіп жүрсің ба деймін. Жоқ, сөйлесіп жүрген жоқпын, ұрысып қалғанмын дейді. Сөйлесіп жүрмесең мамаңа бар да кешірім сұра, сөйлес. Мамаңмен сөйлесіп қасында бол деп айтамын ғой. Әрекет түсінбедім, тыныш шықпа дейді. Айтам, тыныш шықпа деген емес, ертең қамаласың сен осылай. Кәкеш айтты, мен оның жасырғанын ешнәрсенің қажеті жоқ. Сөйтсем ол сенбейді, келесі күні сот 10-да болу керек болған азанда. Ол сотқа келмейді, қашып кетеді. Вокзал жаққа кеттім, осылай дейді. Жантөреге звондайды. Жантөре звондаса, қасында ғана Бисат деген әйелі бар жүрген. Солар звондаса, Атлетхан айтты ғой, сотталасың деп, қашып кет деп, сонымен мен қашып кетіп қалдым. Мен айтамын ғой, Мұра, мен саған солай айттым ба? Мен саған қашып кет деп, или басқа деп, мен саған бар, мамаңмен жолығып ал деп, адамгершілікмен. Енді ол түсіндім, точно сөйлеспей жүрген, мамасын көрмей жүрген, білдім точно артында жүрген, ол 6 секунд ұстап алатын. Сонымен 5 минут болмай Мұраның әйеліне пробациядан звондап тұр, сот қаяқтасыңдар, сот болады, қазір осылай, адвокаттары қайда деп. Сонымен Мұраның артында уже жаңа пробациядан басқадан контрольге қойып тастаған, сол уже тағы да шешулі болған. Не себепті? Ол жерде Мұрада жүрекке талай вызов түскендері бар. Жаңа әйелі ұрды соқты деп, жаңа якобы әйелі деген өзі жазған соны. Одан соң Мұраның айтуы бойынша 2,5 миллион теңге бердік дейді. Пробацияға ұштап тексермес үшін бізде проблема болмас үшін деп әйелім алды дейді. Жаңағы Бисат деген қыз айтады. Оған ақша бердік дейді. Мен сразу түсіндім, айттым мен Мұраға, сен жындысың ба, кімге ақша беріп десем, білмеймін мен әйеліме дейді. Ол пробация алмайды да, онда 2,5 миллионды басқаны, участковый болсын, бастарды екеу емес. Яна қыз просто қасында жүріп ақшасын сорап жүрді. Сау саламат болыңыздар, Мұрат Абділда жайлы оқиға бітті. Енді шығады, өз өмірін сүреді, көреді, шыққан екен. Біз ондайға повторно араласа бермейміз.